Зиянды сусындар ала бергенше осылай үйде каркададан компот дайындасаңыздар болады. Кез келген ыдысымызды аламыз, суымызды қайнатамыз, 2 ас қасықтай каркадамызды саламыз, жалбыз яғни мятамызды саламыз, дәміне қарай лимон саламыз, апельсин де салуға болады, және де набат саламыз. Набаттың орнына қант немесе бал салуға да болады. Егер қышқыл болып жатса, тағы да кейінірек қосуға болады қантты, балды, например. Немесе үйде алма басқа да жемістер болса қоса берсеңіздер болады. Осылай бір қайнағаннан кейін өшіреміз, кез келген ыдысқа құйып, мұздатып, салқындатып ішсеңіздер енді өте дәмді шығады. Достар, барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, және де лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды, қыздар. Каналдың дамуына үлес қосып кетіңіздер. Осындай әп-әдемі мөлдір болып шығады. Балаларыңызға, өздеріңізге жасаңыздар. Әрі зиянсыз, өте пайдалы компот. Келесі видеоларда кездескенше.